Ассалаумағалейкум достар. Бұл Нұрекеңнің әңгімесі арнасы. Әрі қарай жалғастырайық. Өткен жолы біз менің арсеналымдағы Америка құрама штаттарындағы қарулармен таныстырып бастаған болатынбыз. Сол шығарылымда, өткен шығарылымда Glock 43 MOS 43X MOS версиясында қаруын таныстырған болатын тапаншасын. Ол туралы мына жерден қарап кетсеңіздер болады. Сілтемесін салып қоямыз. Бұл ең алғаш Америкаға келгенде алған қару болатын. Одан кейін енді бұл қару кішкене аздық етіп, біздің жиі баратын Bass Pro Shops деген үлкен қару дүкені бар. Сол жерде қарап жүрген кезде бір арзан револьверге көз түсті. Енді бағасы тым арзан, енді жасыратын жоқ. Дәл сол уақытта бағамен есептеген кезде бұл неліктен арзан деп қарасақ, 22 калибрлі Heritage, айтқан кезде автокөліктердің арасында Lowrider деген көлік болады ғой, яғни ескі классикалық. Сол сияқты өзі бір классикалық дүниелер жақсы көретін адам ретінде револьверге де көзім түсті. Содан осы Heritage револьверін алған болатынмын. Алтатар 22 калибр, барлығы бос, и тут ешқандай не жоқ, оқ жоқ. Түк маңызды, бұл бәрі пустой. Сондықтан әрі қарай осы қаруды таныстырып кетейін. Бұл қарудың ең ерекшелігі 22 калибр, тирде және ашық жерде атып үйренуге арналған. Біздің тілмен айтқан кезде мелкашка. Бұл Wild West атмосферасы, яғни Дикий Запад дейді ғой біздің тілмен айтқан кезде. Жеңіл және өте қолжетімді. Бұл ковбой стилін өте арзан бағада беретін пистолет, тапанша. Бұл тарихпен ойнау емес, негізінен тарихты сезіну. Яғни дәл осы ковбойлар негізін қалаған мемлекеттің тарихын өз қолымен сезіну, олар жасаған қаруды, олар ұстаған қаруды ұстап көру деген бұл бөлек сезім. Бұның маған тағы бір ұнаған себебі, мына өздеріңіз көріп отқан ақш туы мен сабы сонымен бейнеленген. Қазір енді біраз бұл жұмыс атқарғаннан кейін кішкене сырылғаны болмаса, бұл барабан механизм, яғни айналдыратын оқ. Бірақ бұл жерде көп револьверлер сияқты, Colt сияқты, Smith & Wesson, жаңағы Ruger сияқты револьверлердегідей жанына қарай шықпайды. Бұл жанынан ғана толтырылады, оқталады. Айтқан кезде 6 оқты, 22-ші жаңағы long rifle дейді, калибрмен оқталатын, қолмен құлағын тартып, шүріппені басылатын, әр ретте осылай атылатын қару. Қолда жеңіл, ең үлкен артықшылығын айтайын, отдачасы өте жоқ. Яғни қолға қайтарымы өте жеңіл. Яғни бұнымен 6-7 жасар балалар Америка құрама штаттарында қару ұстап, алғашқы қару ретінде пайдаланып үйренуге тұтынатын тапанша. Бұның артықшылығы да сонда. Мен енді өзімнің ұлдарымды осы үйретуге алдым, бірақ кейін алғашқы сәттерден кейін бұны менсінбей қалды. Сондықтан бұл тек Қазақстаннан, аннан-мұннан қонақтар келген кезде соларға жаңағы атып көрсетуге, ковбойский стильді сезінуге арналған экзотикалық тапанша ретінде қызмет атқарып отырған жайы бар. Бюджеттік қару болғандықтан мынандай қарапайым қорапта ғана келеді. Жаңағы қосымша дүниелеріне қатысты, жаңағы нелерін ауыстыруға қатысты, барабанын ауыстыруға қатысты қосалқы бөлшектер туралы ақпараттар сатылатын мынандай кітапшасы. Одан бөлек мына өзі және мына құлпы, басқа артық ештеңе жоқ. Бұны пайдаланатын кезде кішкене шағын нұсқаулық беріп кетейін. Мынау предохранитель, яғни бұны жаңағы не кезде жайшылықта предохранитель былай тартылып тұрады. Ол кезде атқан кезде шүріппе басылғанмен құлап оқшантайдағы оқты атпайды, себебі мына жерде ұстап тұр. Бұны алу үшін толық предохранитель істемей айтады, былай атылады. Сосын оқтайтын кезде де орта тұсқа апарасыз, соңына дейін тартпайсыз, соңына дейін тартса атылып кетеді. Орта тұсқа алып келіп, жанынан мына жерден оқталып отырады. Сол кезде барабан айналады. Осы жерден оқталып, атып болғаннан кейін, мысалы, қазір абай түгел атып болғаннан кейін ашып, мынау барабандағы, тағы орта тұсқа алып келесіз, барабандағы атылған оқтың гильзаларын осы формада шығарып тастайсыз да, келер оқты оқтайсыз. Жалпы қолданылуы өте қарапайым. Біздің жаңағы алғашқы қару ұстайтын адамдар үшін үйренуге, алғашқы револьвер ретінде пайдалануға өте қолайлы. Қорыта келе, Heritage бұл тек қару, қорғаныс емес, бұл мәдениет, бұл
батыс, жабайы батыстың мәдениеті, кезіндегі тарихтың мәдениеті, соның өкілі, соның қорғаныс құралы. Сондықтан әрі қарай келер арсеналда таныстыратын боламыз біздер. Келер сериямыз біздің арсеналдағы тағы да өзге қаруларға арналатын болады. Арнамызға жазылып қойыңыз, бізге мотивация болсын, қоңыраушаны басып, бұл видеоны әрі қарай таралуына ықпал етіңіз. Рахмет.